Махаббат ертегісі 35-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімінде өз басым жылап отырып көрдім. Өте қайғылы эпизодқа толы. Махердің тірі жүруі үшін Жанпейза өзін құрбан етіп, Махерді өзін сүймейтіндей етіп, енді іздемейтіндей, кет, мен сені ешқашан сүйген жоқпын, бұл үйден кет, мені іздеме деп Сәлімнің үйінен қуып жібереді. Өте аянышты болады. Ал сыртта қайғырып отырған Махерге Куршаттың өзі келеді. Енді қызыма жолама, қызымның мазасын алма, қызым онсыз да сен үшін өте қайғырды. Егер ол сені тастап кетпесе, ол өмір-бақи мен сияқты қанішер болады. Адамның қанын мойнына жүктейді. Сол үшін қызым сені тастады. Енді мазасын алу жолыма дейді. Ал мында Жанпейза қатты қайғырып отыр. Енді мен не істеймін? Махерсіз қалай өмір сүре аламын? Мен қайтпекпін. Не жасадым, не бүлдірдім? Қалай ғана біз қосыла алмадық деген секілді қайғырып жатыр. Өте аянышты. Ол бағанағы Махерге айтқан сөздер қайта-қайта есіне түсіп, одан сайын жылап, ашуын Сәлімнің үйіндегі әдемі сувенир ретінде тұрған столдың барлығын қиратты. Айна барлығын қолына ағаш алып, пистолтаяғын алып сындырып жатыр. Сәлім басылы шошып жатыр. Сен не бүлдіріп жатсың? Менің үйімде неге бүлдіріп жатсың деп Жанпейзаға сөйлеп жатыр. Десе де Жанпейза ештеңені тыңдамай барлығын қиратты. Өйткені барлығы Сәлімнің кесірінен еді. Сәлім де бір есуас қой, бір ойынның кесірінен мен жеңілмеуім керек, мен бүйтпеуім керек деп қайдағы бір нәрсе үшін өзін сүймейтін, атпайтын қызды қасында ұстап отқан үшін. Ал мұнда Махер барлығы аяқталды. Енді менің махаббатым жоқ. Өзін комиссарлық қызметке қайта оралды. Бірақ оны көкесі жақтырмай тұр. Қайтадан комиссар болған үшін. Өйткені Бористің кім екенін біліп қоятын. Ал мұнда барлығы Сланың жағдайын уайымдап отыр. Әкесі де, атасы да қашан Сланың жағдайы жақсы болады деп. Перман болса көңілдесімен сөйлесіп әлек. Осы кезде Сланың әпкесі Себза келеді. Ол айтады, әкесінің Махмудтың қазасын көтере алмай Слада түсік тастады. Енді баладан айырылық дейді. Осы кезде жылайды Гүлизар. Жоқ, болмайды, өтірік. Мен тағы да Кемалымнан айырылдым ба деп қайғырады. Оны енесі жұбатады. Десе де шындықты айтпайды. Өйткені Сланың ішіндегі бала Кемалдікі емес. Және оны Себзаның өзі ұрып түсіргенін айта алмады. Ал Гүлизар жылап қалды. Махер болса анасына звондап, енді мен Анкараға кетемін. Бұл жерде тұрмаймын. Мен сол жақта жұмыс жасаймын. Мені күтпеңдер, сен ата-әжемнің қолында тұра бер деп кетіп бара жатыр. Анасы сенбейді. Жоқ, Махер, олай жасама дейді. Ал мұнда Жанпейза қайғырып отыр. Әже, енді мен не істеймін? Мен қалай өмір сүремін? Мен тірі өлік болдым ғой дейді. Әжесі жұбатып жатыр. Бәрі уақытша сынақ, кішкене күте тұр. Барлығы жақсы болады. Әкең бізді құтқарады дейді. Әкесінің өзін құтқаратынына Жанпейза сенбейді. Осы кезде әкесі де келеді. Қызым, сен сабыр ет, мен сені құтқарамын. Барлығы уақытша, ешқандай Сәлімге тұрмысқа шықпайсың дейді. Сәлімнің қолында құжатқа бола, ол өзінің жасаған қылмысын алып беру үшін ғана осы некеде келіскендей сыңай танытатынын айтты. Алайда Сәлімде өте қой, ешқандай нәрсе болмайды. Ашуланып келген әкесі, менің қызыма не істегелі жүрсің? Менің қызыма бір тал шаш түспесін деп ашуланып Сәлімге айқай шығарды. Жалғасы бар. Келесі бөлімге қызық болады.